Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын аджиканың рецептін ұсынамын. Жыл сайын осы рецепт бойынша жасаймыз, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қажет құрамын описанияға жазып қоямын. Қажет құрамының барлығын жуып алдын ала дайындап қоямыз. Ең алдымен үлкен қазанға сұйық май құйып қыздырып қоямыз. Жуылған қызанақты ет тартқышқа ыңғайлы етіп турап алып, ет тартқыштан өткіземіз. Қызанақтың еттісін таңдауға кеңес беремін, сонда біздің аджикамыз қою болып шығатын болады. Тартылған қызанақты қызып тұрған майға құямыз, одан кейін қайнағанша бетін жауып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін қақпағын ашып қоямыз. Одан кейін жуып тазаланған тәтті бұрыштарды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Тәтті бұрыштың қызылын, көгін қоса беруге болады. Барлығын осылай ет тартқыштан тартып аламыз. Тартып болғаннан кейін жаңағы қайнап тұрған қызанақтың үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қазанның қақпағын жауып қойып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін қақпағын ашып қоямыз. Осындай қызыл ащы бұрыш қажет, барлығын жуып тазалап дайындап аламыз. Ішіндегі дәндерін алып тастамаймыз. Ет тартқыштан тартып аламыз. Егер сізге қатты ащы болғанын қаласаңыз, көбірек қосуға болады. Сарымсақтың барлығын қабығынан тазартып, алдын ала жуып тазалап дайындап қоямыз. Сарымсақтың да барлығын ет тартқыштан тартып аламыз. Осы тартып дайындап алған сарымсақ пен ащы бұрышты қайнағаннан кейін қазанға салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Қазанның қақпағын ашып қойып қайнатамыз, өйткені құрамындағы артық сулар тартылуы қажет. Татымына қарай шамалап тұзын қосамыз. Үстіне 3-4 дана лавр жапырағын жуып саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін ашып қайнатамыз. Ас көкті жуып тазалап кептіріп аламыз. Одан кейін барлығын турап қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, шамамен 40 минуттай қайнатамыз. Араластырып отыруды ұмытпаймыз. Оған дейін банкілерді стерилизовать етіп аламыз. Міне осымен біздің аджикамыз дайын, енді банкілерге құя беруге болады. Осындай қою болып шығады. Міне барлығын банкіге құйып алдық. Осымен біздің тәбетті ашатын, өте дәмді болып шығатын аджикаларымыз дайын. Ас болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.